Березовка мен Бестау ауылдары тұрғындарын көшірудің екінші кезеңі аясында Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданының әкімшілік орталығы Ақсай қаласының маңында тұрғын жайлар салынуда. Атап айтқанда Қарашығанақ 1 шағын ауданында көп қабатты 2 үй, Аралтал ауылында 3 және 4 бөлмелі 100 үй бой түзейді. Березовка мен Бестау ауылдары тұрғындарын көшіру туралы үкіметтің шешімі өткен жылы қабылданған болатын. Бұған Қарашығанақ жобасының кеңейіп, аталған қос елді мекеннің санитарлық қорғау аймағына енуі себеп болды. Қазақстан Республикасының үкімет басшысының қаулысының ережесіне сәйкес Березов Бестау ауыл тұрғындарын көшіру мәселесі жөнінде құрылыс алаңдары жүзеге асыруда. Барлық көшіру мәселесі туралы шығындарды КПО компания BB компаниясы өзінің міндетіне алған. Қазіргі таңда осы Березов Бестау тұрғындарына арналып салынып жатқан құрылыс алаңдарымен осымен екінші рет келіп танысудамыз. Ауыл тұрғындар арасында арнайы топ құрылған. Барлық көшіру мәселесі жөнінде Қазақстан Республикасының заңдарына және халықаралық стандарттарға сәйкес жұмыстар жүргізілуде. 100 үй бір шағын аудан, тұрғын үйлерге газ, су, электр қуаты өткізіледі. Бұған қоса жол төселіп, Қарашығанақ 1 шағын ауданында балабақша, Аралтал елді мекенде мектеп салу жоспарланған. Қазір Аралталдағы құрылыс жұмыстары қарқынды жүруде. Жуырда Қарашығанақ Петролиум оперейтинг компаниясының ұйымдастыруымен Березовка мен Бестау ауылдары тұрғындары бастамашыл тобының өкілдері құрылыс нысандарында болып, атқарылып жатқан жұмыстармен танысты. Құрылыстың барысына ризамыз. Біздің пікірімізді тыңдап, кеңесімізге құлақ асқандар үшін рахмет. Аралтал шағын ауданы Ақсай шаһарына тиіп тұр. Сондықтан қалаға қатынап жұмыс істеуге де оңай болмақ. Әр үйге бөлінген жер учаскесі де үлкен. Бақша салуға қолайлы. Құрылыс жұмыстары уақытында аяқталады деген сенімдеміз. Құрылыс жұмыстарын Марасан және строительная инициатива атты екі қазақстандық компания жүргізуде. Тапсырыс беруші жұмыстың сапасымен қатар, оның орындалу мерзімінде ерекше бақылауға алған. Тапсырыс беруші тарапынан құрылыс жұмыстары қадағалануда. Біз өзімізге жүктелген жауапкершілік жүгін сезінеміз. Әрі жоспарлы жұмысты уақытында атқаруға тырысып бағудамыз. Баспананы жылдың соңына дейін аяқтауды мақсат етіп отырмыз. Ауыл тұрғындарын көшірудің екінші кезең аясында бұрынғы жерде кәсіпкерлік немесе мал шаруашылығымен шұғылданған жандарда материалдық қолдау тетігі жүзеге асады. Ал қоныстанушыларды жұмыспен қамтуды аудандық билік өз мойнына алып отыр.